Сәлем достар, бүгін сіздермен тез әрі оңай жасалатын тіске басар жасаймыз. Жасамас бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарийді қалдыруды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге 200 грамм шұжық, 80 грамм ұн, жарты шай қасық тұз, бір жұмыртқа және 140 грамм айран немесе йогурт қолдансаңыздар болады. Ең алдымен ыдысымызға айранды, одан кейін жұмыртқаны және тұзды қосып, үшеуін бірге қосып араластырып аламыз. Келесі осы массаға ұнды қосып араластырамыз. Мінекей осындай бір келкі сұйық масса шығуы қажет. Масса дайын болғаннан кейін табаға майды құйып, ысытып алып, одан кейін шұжықты осылай массаға батырып, ысып тұрған майға салып қуырамыз. Отын тек қатты емес, ақырынға қою керек. Мінекей екі жағын осылай етіп қызартып қуырып аламыз. Оп-оңай жасалады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасап көргеннен кейін міндетті түрде өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер.